Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман, ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз қабаттолы қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Алматы облысында өрт сөндіруші қайтыс болды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. 25 желтоқсан 2023 жыл Алматы облысында өрт сөндіруші қайтыс болды. Алматы облысында қызметтік борышын атқару кезінде бөлімше командирі азаматтық қорғау аға сержанты қаза тапты. Бұл туралы Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі мәлім етті деп хабарлады Түркістан.кз. 25 желтоқсанда сағат 16:56-да Алматы қаласы өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі номер 19 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің өрт сөндіру есеп топтары Қарасай ауданы Көкезек ауылындағы өртті сөндіруге шықты. Қызметтік борышын атқару кезінде екі қабатты жеке тұрғын үйдің шатырын шарпыған өртті сөндіру барысында 19 бөлімше командирі азаматтық қорғау аға сержанты Уәли Әділет Аянұлы қайтыс болды, деді Төтенше жағдайлар министрлігінен. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Жедел тергеу тобы оқиға орнында жұмыс жүргізуде. ТЖМ Әділет Аянұлының туған-туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады. Ол сауатты өз ісінің маманы ретінде мәңгі есімізде қалады делінген хабарламада. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлерін жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.